Саламатсыздар ма? Кемелденген жылға. Менің атым Гүлзат. Мен Атырау облысындағы Сары қаласында тұрамын. Мен осы ОКЧ-ға қатысып, ОКЧ-дан кейін осы МКТ-ға қатысып жатқан жайым бар. Мен өте керемет әсер алудамын, өз-өзімде бақылаудамын. Және де өзімнің балдарымды да бірге таңертең өзіммен бірге ерте тұрғызамын. Далаға шығамыз. Осы қуаттандыру сағаты маған көп көмектескен, осы қуаттандыру сағаты ағайдың. Соны ештеңе жасауға нем болмаса да қуаттандыру сағатын тыңдаймын. Оны бірге айтамын. Кімнің Тұрсынайдың өлеңін жаттап алып, оны да айтып жүремін. Аллаға шүкір. Осы ағай айтқанша басыңа қасірет келмей, бір жамандық келмей, біз осындайға мойсынбаймыз, өз-өзімізді өзгертуге не бермейміз деп. Осы 6 ай бұрын мен де өзімнің жолдасымнан айырылғанмын. Одан кейін маған бәрі қараңғы түнек болып, ештеңе керек емес, еш нәрсеге мойынсынбайтындай болып қалып едім. Осы ОКЧ кездесіп, осыған білмеймін қалай қатысқанымды, осыған қатыстырып, бәрі Алланың ісі ғой деп, қазір МКТ-ға қатысып, Лилия ханымға рахметімді айтқым келеді. Өте көп нәрсемен бөлісіп, ақылын айтып, мен қазір көзім ашылғандай 6 сабаққа келдім. Өте керемет ағайдың сабағын оқыған деген. Және де ОКЧ-ға қатысқанда да Лайық ханым, мен де өте керемет сөйлестім, өте керемет әсер алдым ОКС-ден де. ОКС-ге де рахмет. Алла разы болсын. Менің өзіме қазір алып атқан, өз-өзімді тәрбиелеп атқан, өз-өзімді бақылап атырмын. Өте оның алдында да мен өте ашуланшақ, өте мінезді, көп сөйлемеймін, бірақ ешкім айтқанында көтере алмаймын, өте ашуланшақ болып едім. Күйеу жолдасымнан айырылғаннан кейін өте жаман болдым. Қазір шүкір Аллаға, бойымды көтеріп, басымды көтеріп, осы сабақтардың бәрін оқып, күнде осы сабақтар үшін, таңертең балдарым үшін ерте тұрамын, соларды қуантуға ерте тұрамын. Өте көп әсер алып жатырмын. Рахмет. Кемелденіп, қыран болуыңызға бәріңізге тілектеспін. Мен де осы сіздердің араларыңа келіп, осындай кісілермен кездесіп жатқаныма өте қуаныштымын.